Ассалаумағалейкум. Автонарық айдарында көлікке бір күн иелік етіп, ой қорытынды шығарам. Өз айналдырған 10 минуттық роликті соңына дейін көріңіздер, тың ақпарат естейтін шығарсыздар. Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер деймін. Бастаймыз. Ағылшындар all brand new model дейді. Қазақстан нарығында абсолютті жаңа модель Omoda C7. Қарап отырсам, менің арнамда Omodaға бірде-бір тест-драйв болмапты. Олқылықтың орнын толтырайық, әлде біреуге қызық болмаса, біреуге қызық шығар. Ой пірмой, Қытай автопромының қарқынды ілгері басуы таң қалдырады және қорқытады. Ойлаңыздар, көршілес мемлекетте ай сайын 5 жаңа модель шығып жатыр. Черридің глобалды амбициясы мықты. Вуху қаласындағы топ менеджерлер құйтырқы саясат жүргізуде. Мысалы, Cherry Tiggo 7 Pro ұнамай ма? Оны алмастыратын әдемірек бір очкасы бар. Басқа да варианттар табылады. Ұқтыңыздар ма, компанияның брендтері көп болған сайын ақша бір қалтада қалады деген ықтимал жоғары. Omoda C7 Cherryдің үлкен жанұясындағы жап жаңа модель. Omoda C5, Tiggo 7, Jetour Dashing секілді T1X платформасында құрастырылған. Жаңа машина шыққан сайын апгрейд сезіледі. Негізгі тораптары, техникасы жетілдірілуде. Сондықтан C7 әзірше басқаларынан мықты болып тұр. Мұнда бастысы дизайн, ерекше, балғын, есте қаларлық. Omoda дизайнерлері Art in Motion стиліндегі жыртқыш аңды жасады. Тұмсығы созылған шамдардың үстінде жүріс шырақтары, артқы шырақтары найзағайдай жарқ-жұрқ етеді. Практика жағынан бұның қаямда көмегі жоқ, бірақ әдемі ғой. Әдемі. Қанша рет айттым, мына 6 бұрыш ұяшықтармен азу түстер сияқты төменгі планка болмағанда тұмсығы пустой болатын еді. Бос болып қалатын еді. Автомобиль периметріндегі қаптаған сенсордың арқасында саймандар панелінде жанында қандай автомобильдер жүріп бара жатқанын көрсетеді. Ол жүк көлік пе, жеңіл көлік пе, бәрі анықталған. Сондай-ақ 19 қауіпсіздік жүйесі енгізілген ADAS комплексі жақсы жұмыс істеткен. Қараңыздар, қазір машина мені жолақтан шығармауға тырысып жатыр. Қолды алып тастадым. Не? Оң жақташ. Тура солай. Аталмыш система елімізде бір адамның жанын сақтап қалса да қатты қуанам. Автомобильге мінген соң орнынан қозғалу үшін электронды тұрақ тежеу үшін үнемі басу керек. Алға, артқа, doesn't matter. Ал кеттік салон туралы. Жалпы интерьер эргономикасы маған ұнады. Материалдары өте жұмсақ. Қолыңыз тиген дүниенің барлығы жастықтай. Екі шетінде 2 ролик орнатылған. Мультирольдің формасы 4 бұрыш, өйткені саймандар панелі ортада орналасқан. Зикрткін еске салады екен. Номиналды диагоналі 10-2 дюйм. Ал ортадағы теледидардың размері 15-6 дюйм. Салонда батырма аз, мүлдем жоқ емес. Негізгі мәзір мониторда. Сапасы 2,5K, экранның графикасы өте жақсы. Жиегі жеп жіңішке. Фокус көрсетейін бе? Сет, чо там? Сет, чо там? Чо там? Сет. Виджеттері Samsung-тік сияқты. Ең бастысы графика жақсы, софты ыңғайлы. Орнына қайтарайық. Чо там? Тағы бір минус. Қапталдық айналарды баптау үшін жылдам пәрмен бөліміне кіріп регулировка зеркал деген табамыз. Сосын мына джойстиктермен жұмыс істеуге тура келеді. Классикалық түрінде рөлдің арт жағында қалдыраса қайтеді. Ортадағы электронды блокта Drive Mode түймесі, климат контроль батырмасы, авария батырмасы, алдыңғы артқы әйнекті жылыту түймесі, ал оң жақтағы шеткісі музыка дыбысын реттеуіш. Ортада 2 стақан қойғыш және телефонға қосымша қалта. Кілті супсылу екен, вейп сияқты. Консольда 2 телефон орны бар. Сол жақтағысы QI қуаттағыш. Шынтақ тіреуіште жасырылған бокстың қақпағы 2 жаққа айғарадай ашылады. Осындай Жигули мен BMW сияқты классикалық есік ашу тұтқасын сыйлаймын. Қытайлардың қылтиған тұтқасы шаршатты. Етегі мен аркадағы қара планка текстуралы. Жіпшелерін байқадым. Қараңыздар, артқа стойкасы мен жанындағы әйнегі жіңішке болғандықтан автомобильге спорттық силуэт береді. Алыстан мынау сұр мат сияқты көрінуі мүмкін, олай емес, атомдық сұр деп аталатын бояу. Макферсон көп интірек таспа.
19 дюймдік жеңіл құймалы дисклер. Бірақ дөңгелегі гити екен. Шаоянг орнатқанда автомобиль әлде қайда жұмсақ болар ма еді деп қоям. Әрине, Шаоянг әлемдегі ең мықты бренд емес, дегенмен бағасы сапасына лайық. Актив дыбыс басу системасы акустикалық комфортты арттырды. Мотор дыбысын 10 децибелге басады екен. Гидравликалық амортизаторлары вибрацияны 30%-ға жақсырақ бәсеңдетеді. Биік отырады екенсің, маңайдағы көрініс тамаша. Мынандай парадокс, аспасы комфортты. Бірақ терең шұңқыр басқанда соққы импульс айтарлықтай сезіледі, зырқ еткізеді ғой. Не айтпақшымын? Көп интеллект аспасы жақсы, потенциалы жоғары, бірақ қытайлар оны баптай алмаған. Яғни автомобиль тегіс асфальтта күшті жүреді. Торсиончиктер, лайк. Капоттың астында баяғыдан таныс 1.6 литрлі турбо GDI. Бір жағынан жақсыма дейсің, әр модельге жеке-жеке ерекше қозғалтқыш орнатылса, ақыр аяғында запчасть табылмай қаласың ғой. Ал бір мотор унификацияланса, ол арғарай жетілдіріле береді. Соның арқасында ресурсы артады. Сонымен 150 жылқы, 7 сатылы преселективті 2 дымқыл ілінісу бар робот. Алдыңғы жетек. 8 дюймдік HUD дисплейдің графикасын ерекше атап өтейін, сандар мен жазулар анық көрініп тұр. Селектор қайда десеңіз, рөлдің артында жасырылған Mercedes стилінде. Негізінде ыңғайлы, бір-екі күнде тез үйреніп аласың. Так, интуитивті тұрғыда мына дисплейді жылжытып қойыншы. Базар жоқ. Бірінші рет осылай істеп жатырмын. Таза интуицияның арқасында жылжыта салдым. Достар, кез келген автомобиль туралы сөйлесем, ол жарнама сияқты естілуі мүмкін. Ал мен жай ғана техникалық мінездемесін айтып жатырмын ғой. Бір жағынан түсінуге болады. Бұл танымалдықтың салығы сияқты. Енді қайтеміз. Кез келген автомобильге шолу жасасам, оны жарнама дейсіздер. Плюс минусын барынша айтуға тырысып жатырмын. Аз, көп түсіну қиын. DC Comics'тың Шазам деген кейіпкер бар. Артқы стоп шырағы сол кейіпкердің төсіндегі белгіге ұқсайды екен. Сондай-ақ шағын спойлерге стоп шырақтар интеграцияланған. Жалпы артқы жағы массивті, жүк салғыш қақпағы электрожетекті. Артында біраз зат сияды. Көлеміне таң қалдым. Мұнда 500 литрден астам бос кеңістік бар. 12 вольттық адаптер, шағын органайзер, ілмектер. Ал мына еденнің астында толыққанды дөңгелек, докатка емес. Шатыры дәу панорама, төбесі қараланған. Қайрат Нұртас опциясы, көз әйнекті осы жерге жасырып қоюға болады. Қолыңыз тигеннің бәрі жұмсақ. Әйнек батырмалары Mercedes стилінде орындалған. Ал есіктің ашу механизмі вообще ерекше. Төбеге тартасың. Хоппа! 1.6 литрлі TGDI 150 ат күшіне қуатталғанын айттым. Жалпы 150 жылқы деген қаладағы еркін жүріс пен еркін тынысқа минималды кіру билеті. Бұдан аз болғанда автомобиль салмағына сай келмейтін еді, яғни дисбаланс пайда болады. 150 жылқы және жоғары easy, спокойно жүресің. А модадан мынаны күтпедім. C7-нің дөңгелек базасы 3 қатарлы Tigo 8-дікінен 10 сантиметрге ұзын болып шықты. Қараңыздар, аяққа қанша орын бар. Трансмиссия туннелі жоқтың қасы. Тізені алдыңғы орындыққа тигізу үшін біраз қиналу керек. Төбеде 1,5 жұдырық сияды. Шынтақ тіреуші рояль лагымен көмкерілген. Алюминий планкасы бар. Өндірушінің айтуынша артқы диваны ұзақ сапарға бейімделген. Орындық жылыту жүйесі, пожалуйстаңыз, USB Type A, Type C. Және амбиенттер бар. Мына динамиктің жиегі де жанады. Автомобильдің 0-100 динамикасы 10 секунд. Қыз-келіншектерге былай жетеді деп ойлаймын. Жалпы кімге арналған деп сұрасаңыз, көбілтті жақтырмайтын. Сұр нарықтағы X5 Monzадан асып түсіп, өмірдің жаңа деңгейіне қадам басқан кісілерге арналады. Достар, қытайлық маркалар бірден емес, буын алмастырумен жақсарады деп талай видеода айттым. Амода C7 прогресс көрсетті. Ашыма тәтті ме? Пікір жазыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Амандықта жүздескенше.